Ассалаумалейкум достар. Бүгін біз матаға сурет салу техникасын үйренетін боламыз. Яғни футболкаға, кофтаға қалай сурет салуға болады, соны үйренеміз. Бізге керекті киімді алып, жақсылап үтіктеп аламыз. Сосын кейін керекті эскизімізді қажет жерге қойып, матаның астына. Төмен, қисық деген сияқты болып қалмауы керек. Мейлінше ортасына қойғандарыңыз жақсы. Мінекей көрініп тұр, иә? Фотомыз арнайы фотосалоннан глянцевый түрінен шығартып алғандарыңыз жақсы. Себебінде жай А4 форматта болмайды. Дұрыс сапасы дұрыс болмайды. Сіз кейін осылай бастырып сызатын кезде дұрыс шықпай қалады. Енді карандашпен, жай ғана қара түсті карандашпен бастырып сызып аламыз. Қай жерлер көрініп тұр, сол жерлерді сызып аламыз. Міндетті түрде барлық мелочьтарға дейін сызудың қажеті жоқ. Сосын кейін қатты бастырмаңыздар, жеңіл, карандашты жеңіл ұстаймыз. Қатты бастырсаңыздар, қазір маталарыңыз қисайып кетуі мүмкін. Әсіресе саусақ бөліктері деген сияқты бөліктерді анықтап, дұрыстап, қалып кетпейтіндей бастырып шығамыз. Себебінде бір жерлері қалып кетсе, кейін сол краскілеген кезде дұрыс түспей қалса, онда уже жұмысыңыз нашарлап қалады.
шаштарында да көрініп тұрған жерлері бастырып алсақ, уже ары қарай кейін краскамен түзейтін жерлерін түзеп жібереміз. Көзілдірігін бастырып аламыз. Неке енді біз бастырып алдық, астындағы суретті аламыз. Сол уақытта неке көрінузе ме? Жаңағы қыздың бейнесі матада қалды. Енді біз астына тағдай таза қағаз қойып аламыз. Қалың қағаз дұрыс қойғанымыз себебінде краска өтіп кетпес үшін. Жай ғана дәптердің қағаздары, А4 простой қағаздар жарамайды. Енді бізге керекті краска арнайы матаға арналған, бұл кейін жуылса да кетпейді, сапасы жақсы, Дикола фирмасынікі өте жақсы. Енді кестишкамыздан, қылғаламнан әртүрлі размерлері керек, набор алсаңыздар, сосын кейін палитра кішкене су құятын ыдысымыз қажет болады. Енді ең жіңішке қылғаламмен ақырындап қай жерлер жаңа карандашпен бастырып шықтық, сол жерлерді жіңішкелеп краскамен бояп шығамыз. Жуан қылқаламның пока бізге қажет емес, керек жерінде пайдалануға болады. Бірақ қазір ең жіңішкесі өздеріңізге ыңғайлап. Сосын кейін краскаге суды көп араластырмайсыздар. Кішкене ғана мен жаңа тамшы қойып алдым, сол сияқты сіздер тамшы ғана қойып алсаңыздар жеткілікті. Мына жерде саусағы дұрыс түспей қалыпты, қазір түзеп жібереміз. Бірінші сол дұрыс түсті ма, уже қайтадан астына қойып сызсаңыздар қисық болып қалады, сондықтан мейлінше өз ойларыңызбен келістіре салғандарыңыз жақсы.
Енді асықпай отырып, жаңа карандашпен сызған бөліктердің барлығын осылай кисточкамен түсіріп аламыз. Ерніне тиіспейміз. Пока ерні қызыл бізде. Шаштарын, қай жерлерде қара түстер керек, сонымен бояп аламыз. Краскамыз қылғаламда тез қатып қалады, сондықтан қойып 5-10 минутқа кетіп қалып жүрмеңіздер. Себебінде краска қылғаламның басына жабысып қалса, кейін оны төзей жаңағыдай жарамсыз болып қалады. Сондықтан мейлінше жұмыстарыңызбен былай шығатын кездерде міндетті түрде суға салып отырыңыздар. Жұмыс біткен соң сразу жуып тастаңыздар. Енді мына шеттерін бәрін сызып болғаннан кейін қай жерге қатты қою краска жағуымыз керек, соны ақырындап қылғаламның размерін үлкейте отырып пайдаланып жақсаңыздар болады. Мен көбінесе қатып қалған размер жоқ негізінде. Просто қолыңызға қайсы икемді, сонымен пайдалана бересіз.
Енді мына саусақтарын, әсіресе ерінін сондайларды бояйтын кезде өте мұқият болыңыздар. Қатты қалың болып кетпесін, шеттерін сызып, сөйтіп красканы жаққан кезде өте мұқият болыңыздар. Тек қана ұшына красканы тигізе отырып, ақыры матаға тигізіп жағып отырсаңыздар, сол жеткілікті. Қылғаламды матаға қатты жатқызып жағудың қажеті жоқ. Себебінде қазір бір жерлеріне қатты жағып қойсаңыздар, оны уже қайтадан қалпына келтіргеннің өзінде де білініп тұрады. Сондықтан өте мұқият болу керексіздер. Қылғаламды жеңіл ұстаңыздар. Енді керекті бөліктерінің барлығын осылай бірінші жіңішкелеп сызып аласыздар. Кейін қалыңдау жерлерін қалыңдатасыздар. Суретті сызып отырған кезде негізгі фотоға да бір көздеріңізді жүгіртіп, қай жер қалай болып жатыр деген сияқты қарап мұқият болып отырыңыздар. Енді бізге көзілдіріктің көк бөлігі бар ғой, соны ыңғайлап келтіріп аламыз. Сосын кейін барып, көк краскамен краскілегеннен кейін, сол көк красканың шеттерін ақырындап жіңішкелеп, қара краскамен краскілеп аламыз. Бұл жарықтың шағылысып, бір әйнек шағылысып тұрады ғой, сол кездегі белгісі. Барлық жерін қап-қара қылып тастасаңыздар, кішкене онша
объем дұрыс шықпай қалады. Екінші бөлігінде осылай асықпай сызып аламыз, жіңішке қылып. Қылғаламды үнемі жуып отырғандарыңыз жақсы. Екінші краскіге араластыратын кездерде қараңыздар, мына жерде мен сіздерге қазір су қосып жатырмыз. Дәл осы жерде мұқият болыңыздар, суды қай уақытта қосамыз. Мысалға, мынау көрдіңіздер ғой, көлеңке тұстарын біз осылай суды көбірек қоссақ, жаңа краскамыз кішкене өңі түссізденеді и матаға тез жайылады. Сол себепті суды көбірек қосып, керекті көлеңкелерін шығарып аламыз. Мейлінше менде қазір темныйлау болып тұр. Мейлінше светлыйлау болған жақсы. Өздеріңіз қарайсыздар, бірақ маған өзіме осы түс келіп тұр, өзіме ұнап тұр. Бұл қазір кепкеннен кейін ағарады кішкене. Қатты қорқып кетпеңіздер, бүлдіріп алып жатырмын деп. Кепкеннен кейін ағарады. Өздеріңізге ұнамай бара жатса, тағы да су қосып, кішкене тағы да түссіздендірсеңіздер болады. Енді бізге сары түс шашына керек. Мен мына жақта жаңа шашын қарамен бірінші краскілеп алдым да, одан кейін барып көлеңкелерін шығардым ғой. Ол кішкене шашындағы қара краска кепсін деп, мына екінші бөліктерін
краскілеп бастап кеттім. Себебінде сразу краскінің үстінен краска жағатын болсаңыздар, араласып кетуі мүмкін да, сондықтан сәл кішкене кепкенін күткендеріңіз жақсы. Енді қай жерлерге сары керек, ол аса қатты бүйтіп маңызы емес. Қолдарыңызды жеңіл жүгірте отырып шаштарына сары краскамызды жағып шықсақ болады. Енді қай жерлерге қара краска көбірек қажет, соның барлығын. Уже шаш қиын емес негізінде. Ең негізгісі кішкентай бөліктері ғой. Сол жерлерді құртып алмасақ болды. Қалған бөліктері қиын емес.
Енді ерініне келген кезде өте мұқият болыңыздар. Себебінде бүлдіріп алсақ, мысалға қайтадан орнына келтіру қиындау болады. Суретке қарай отырып, қай жерінде қалай тұр, бірінші ақырындап жіңішкелеп шеттерін сызып алыңыздар. Бізде мына жерде ортасында негізінде қара бөлігі керек келеді, қараңыздар. Бірақ мен қазір бірінші қызыл бояқпен бояп аламыз, сосын кейін барып қара жерлерін бояп шығамыз. Формасы мына жерде осылай келу керек. Асықпай формасын шығарып аламыз. Енді мына жерде жай ғана қызыл бояумен формасы дұрыс шығып тұрған жоқ. Енді қараңыздар, шеттері қара мен және де ақ краска тұр, ақ бояу тұр. Соны біз бірінші ерінің шеттерін қара краскамен жіңішкелеп келтіріп аламыз.
мінекей. Енді бізде тағы да қызыл краскамен ақырындап тағы бір қабат бояп шықсаңыздар болады. Пока қызыл краска кепкенше көзілдірігін бояп аламыз. Себебі қызыл красканың үстінен ақ красканы түртуіміз керек, сол үшін екеуі араласып кетпеу үшін пока көзілдірікті бояп алайық. Не үшін мысалға бір жерін краскілеп жатып екінші жағына кетіп жатыр, оның барлығы краскамыз сәл кепсін деген ниетпен, жаңа бірінші бөлігі кепкенше екінші бөлігімен жұмыс жасай бересіздер. Бізде мысалға қазір көк краска кебіңкіреді. Енді қара красканы жаға берсек болады.
Енді киімдерін краскілеп аламыз. Біз аяқтап қалдық негізінде. Бізде мына көзілдіріктің астында да көлеңкесі тұр, е? Оны да краскіге суды қоса отырып, осылай көлеңкелерін шығарамыз. Көлеңкесін шығаратын кезде ғана суды көбірек пайдаланамыз, басқа уақытта уже тек краскінің өзіндегі сұйықтық жеткілікті. Жаңа айтып өттім, е? Бұл кепкен кезде сәл ағарады.
Енді қараңыздар, ернінде ақ тұр, иә? Біз ақты жаңа қызыл краска кебейін дегеннен кейін барып, үстіне ақырындап жағып шығамыз. Көрдіңіздер ме? Бізге ақ краска міндетті түрде керек. Кейде болады андай краскалары қатты жағылып кеткен жерлерді өстіп кепкеннен кейін ақ краскамен бояп кетіріп жіберуге болады. Болды. Енді бір күн күтеміз, уже ертесінде біздің суретіміз кеуіп дайын тұрады. Мінекей, біздің матаға салған суретіміз дайын. Ешқандай қиындығы жоқ, иә, қыздар? Сіздердің де қолдарыңыздан осындай керемет дүние келетініне сенімдімін. Міндетті түрде фотоотчет жіберіңіздер.